Құрметті өмірден алынған оқиға каналының оқырмандары. Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің арнамда өмірден алынған оқиғалар, сан түрлі тағдырлар баяндалады. Шын мәнінде болған оқиғалар баяндалады. Сол үшін менің арнама жазылып, әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Өзіңізге ой түйіңіз. Күнде жаңа әңгіме шығып отырады. Жас бойжеткеннің қателігі. Жасым ол кезде небәрі 17-де еді, мен қарапайым ауылдың қызымын, мінезімде салмақты, сабырлы, бір жағынан тұйық қызбын. Мен ата-анамның жалғыз қызымын, менен кейін 3 інім бар, 2 інім мектепте оқиды, ал ең кенжеміз әлі балабақшада. Ата-анам маған үлкен үміт артып отыр. Оқуымды аяқтап, арман қуып, Алматыға сан қиялмен келген сәтім. Бала күнгі арманым ақ халатты абзал жан атану, ата-анамның үмітін ақтау. Мен жатақханаға орналаса алмағандықтан группалас қызбен пәтер жалдап, оқу орнымызға жақын маңнан жалдамалы пәтерге жайғастық. Универде негізінен жігіттер көп еді, бірақ олар маған көп көңіл бөлмеді. Группамызда тек бір қызбен ғана жақын араласып кеттім, ол менің пәтерлес қызым Айару еді. Екеуміз тез тіл табысып кеттік. Ол қыз өте ашық, кез келген адаммен оңай тіл табысып сөйлесіп жігіттерді баурап алатын. Ол қыз Оралдың қызы еді. Ол қайда барса, жігіттердің назары соған ауып, айналасына жігіттер үйір болатын. Ал мен соның көлеңкесінде жүрдім. Іштей мені де байқаса екен деп ойлайтынмын. Өзім аса көп сөйлей бермеймін, бірақ өзіме жараса сүйкімділігім, ұзын қара қою қолаң шашым мен көз тартар мүсінім бар еді. Мінезім бекен әлде, ата-анамның тәрбиесі мекен, адамдармен тез тіл табыса түсінісе алмаймын. Күндердің бірінде біздің топтағы бір жігіт сол құрбыма сөз айтты. Бірақ ол жігітті ұнатпаған болар, құрбым оны өзіне жақындатпады. Менің ішімде бір үміт пайда болды. Әлгі жігіт маған назар аударса ғой деп іштей тіледім. Оны бұрында байқап жүргенмін, бірақ оның көзі ардайым құрбыма түсетін. Жігіттің назары маған ауар ма екен деп күттім, бірақ олай болмады. Солай жүріп күндер өте берді. Өмірімдегі ең қатты өкінішім сол сәтте басталды. Айару сол Алматының бір жігітімен танысып, есі кетіп ғашық болды. Мен сол әдеттегідей ешкіммен сөйлесіп таныспадым. Ол жігіт сымбатты, бой десе бойы, дене десе денелі, сырлы, сымбатты жігіт еді. Бір көргенде барлық қыздар ғашық болатындай жігіт еді. Екеуі күнде кездесіп, бірге жүріп, бірге қыдырып уақыт өткізетін. Ол жігіт біздің жалдамалы пәтерімізге де келіп тұратын. Бір күні менің телефоныма хат жазды. Басында түсінбей қалдым, бірақ ол жігіт Айару мен мінезіміз жараспайды екен. Мен ара қатынасты тоқтатамын, сен маған ұнап қалдың деп өз ішіндегі барын ақтарды. Сені қалай байқамағанмын, сені неге ертерек жолықтырмадым екен, бірақ әлі де кеш емес деген жігіттің сөзіне балмұздақша еріген мен құрбымның оған шын ғашық болған екенінде ұмытып кеттім. Бұлай маған осы күнге дейін бұндай жылы сөздерді ешкім айтқан емес еді. Солай жүріп хат алмасып жүрдік, ешкімге айтпай. Бір күні ол мені кездесуге шақырып, өз достары арасында бұл менің қызым демесі бар ма, мен оны подводить етпеймін деп отношениеге келісемін. Одан бұрын ешқандай жігітпен жүрмеген, тіпті сөйлеспеген, бірақ сәтте оның қызы бола салдым. Айару жайында қалды. Сол жігіт үшін құрбым менде сөзге келіп, екеуміз бөлек кеттік. Ол жігіт менің барыма айналды. Солай жүріп 2 апта өтті. Бір күні ол, мен саған үйленемін, болашағымды сенімен ғана елестетемін. Мен сені өз ата-анаммен таныстырамын. Сенің суретіңді анам мен қарындасыма көрсеттім, олар сені ұнатты деп маған біраз ұнайтын, құлағыма майдай жағатын әңгімелер айтты. Менің бақыттан басым айналып 7-ші аспанда ұшып жүргендей сезімде болдым. Енді мені өз отбасымен таныстырмақшы болып өз үйіне шақырды. Ата-анаммен танысасың, шай құйып үйлену туралы сөйлесеміз деп мені көндірді. Кешке ең әдемі деген көйлегімді киіп, айнаға қарап біраз тұрдым. Көңілім толмады, бірақ бұл мен үшін ерекше күн болды, сондықтан өзімді жақсы көрсеткім келді. Үйдегілерге құрбыларыммен кездесемін деп жалған айттым. Ол мені өз көлігімен алып кетуге келді. Ішімде әлдене дұрыс емес екенін сезіндім. Көлікке отырдым. Бірақ біз орталық жаққа емес, қала сыртына қарай беттедік.
Қайда барамыз деп сұрағанымда жігіт сылтау тауып мені тыныштандырды. Бірақ көліктің ішіндегі атмосфера тым суық еді. Әрбір минут өткен сайын қобалжуым күшейе берді. Бір кезде қала сыртындағы ескі, қараусыз қалған бір үйге тоқтадық. Ішімде қорқыныш күшейіп жүгіріп кеткім келді. Бірақ тым кеш болды. Мен қашуға үлгермей қалдым. Ол мені көліктен шығарып үйге кіргізді. Менің жалынып жылағаныма қарамастан ол мені зорлап қыздығымды алды. Менің күшім жетпеді онымен арпалысуға. Үстіме жатып алғанда дым істей алмадым. Таң атты. Суық жел бетімнен өтіп денемді ауыртқанын сездім. Өзінің тірлігін бітіріп мені жалғыз тастап кетіпті. Денем сал болып қалғандай жан-жағыма қарасам, сұрғылт аспан, ескі үйдің қабырғалары және бос жатқан айдала ғана. Сырттай бәрі тыныш сияқты, бірақ ішімде бір дауыл көтеріліп, өзімнен жиіркеніп жаттым. Ойларым жанымды жегідей жеп, қорлықтан басқа ештеңе сезбей, көзімнен жас сорғалады. Өкінгеннен не пайда, жас өмірімді осылай қор қылдым. Сол күн, сол түн, сол жігіт өмірімді ойрандағалы 10 жыл өтіпті. Ол жігіттен мүлдем хабар жоқ. Мен сол күйі тұрмысқа шықпадым. Сол жігіттен соң жігіт атаулыға мүлдем жоламадым. Атанам бұл болған оқиғадан хабарсыз. Бір армандары менің ақ көйлек киіп ұзатылғаным. Қайдан білсін менің ішімдегі қайғы мұңды. Жас қыздарға айтарым, от боламын деп шоқ баспасаңыздар екен. Бір жасаған қателік өмір бойы маңдайыңда таңба болып тұрады екен.